Ramazan, hoş geldin Ramazan. Damşı Geyzet Osunada. Ahlen Ramadan. Ramazanның соңғы 10 күндігінде жәннатқа жету мүмкіндігі бар. Біз Рамазанның соңғы 10 күндігіне кіріп келеміз. Әдетте осы уақытта достар бірін-бірі ифтарға шақыруларын азайтады. Мешітке тарауих намазына баруын қояды. Басым көпшілігі дүкен аралап, күнделікті күйбең тіршілігіне оралады. Менің есімде, кішкене бала кезімде, ата-анамыз біздерге Рамазанның бел ортасы болғанда уайымдамаңдар. Сендер биік белестің шыңын бағындырдыңдар. Енді алдыға қарай қозғалу жеңіл болады. Себебі таудың етегімен қозғалатын боламыз дейтін. Бұл наным біздің санамызға мықты болып сіңіп қалған. Осыған орай біздер Рамазанның соңғы күндеріне бей-жай қараймыз. Сол себепті де бұл қасиетті айдың ең маңызды күндерін өткізіп аламыз. Алайда, дәл осы уақытта Алла тағала бізді мол еңбектеніп, жәннатқа жетуімізге шақырады. Ал біз болсақ, ораза айтта не тамақ жасасақ, дүкеннен не сатып алсақ деп бас қатырып жүреміз. Осындай ойлардың салдарынан Рамазанның соңғы күндерін өткізу ұзақ әрі қиын болып көрінеді. Мықты иман қажет етеді. Айдың соңына таяған шақта біз Ләйләтіл Қадыр атты түні бар қасиетті уақытқа түсеміз. Мың айдан да қайырлы болған бұл қасиетті түн шексіз сауаптарға ие. Оны Құран оқып жалғыз өткізсеңіз де, мешітте өткізсеңіз де болады. Осы түннің бар қадір қасиетін түсіндіре отырып, бұл уақытты тіпті үйде кішкентай балаларыңызбен де өткізсеңіз де болады. Ораза ұстаған шағымызда біз ешбір қоректі қажет етпейтін періштелерге ұқсаймыз. Біздер адамзат баласы топырақтан жаратылғанбыз. Ал ораза ұстаған шағымызда материалдық қажеттіліктерімізді тыйып, өзіміздің періштелік болмысымызды оятамыз. Осы ай біздердің періштеге ұқсауымызды жалғастырып, ұлы жаратушымызға мойынсынуымызды арттырады. Рамазанның соңғы 10 күндігі оның ең жақсы уақыты болып есептеледі. Ол уақытта 1000 айдан қайырлы болған түн бар. Әл-Қадыр сүресінде айтылған. Негізінен Құранды Қадыр түнінде түсірдік. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, Қадыр түнінің не екенін білесің бе? Қадыр түні 1000 айдан қайырлы. Періштелер және Жәбірейіл алейхиссалам ол кеште Раббыларының рұқсаты бойынша барлығы іс үшін түседі. Ол бейбітшілік кеші таң рауандағанға дейін жалғасады. Алла елшісі, Алланың оған игілігімен сәлем болсын. Айт, сендерге Рамазан келді. Ол айлардың сұлтаны болған ай. Оның уақытында Алла тағала сендерге ораза ұстауды бұйырды. Бұл уақытта жәннат есіктері ашылып, тозақ есіктері жабылады. Және сотқар шайтандар кісенделеді. Кімде-кім оның сауабынан айырылса, расында бәрінен айырылған болады.
Осы соңғы 10 күндікте жасай алатын амалдарымыздың біршама тізімдері. Ол күндері уақытты текке өткізбе. Ол күндегі әр сәт маңызды. Құранды жиірек оқыңыздар. Зікірді, дұғаларды, нәпіл намаздарды көбірек жасаңыздар. Басқа адамдарға көмектесіңіз. Бұл үшін алатын сауаптың мөлшері өте мол. Бұл күндердің маңыздылығын пайғамбарымыздан Алланың оған игілігімен сәлем болсын. Артық ешкім білген емес. Жеткізілген хабарларда ол басқа уақыттарға қарағанда бар құлшылық мінәжаттарын осы түні арттырған. Егер біз осы мүмкіндікті жіберіп алсақ, онда соған аман-есен жетеміз деген үмітпен бір жыл бойы күтуге тура келеді. Тіпті келесі Рамазанға жеткен күннің өзінде де бәлки қандай да бір мәселе туындап, күйбең тіршілігіміз көбейіп, осы қажетті түрде өте алуымыз бек мүмкін. Сондықтан дәл қазір Алла тағалаға құлшылық қылудан мүмкіндігіңіз болса, Құран оқыңыз. Құран оқудың құндылықтары мен артықшылықтарын ұзақ айту беруге болады. Сахих хадисте жеткізілгендей, Құран өзін түнде оқыған адам үшін кешірім тілейді екен. Абдулла ибн Әмірден, Алла оған разы болсын, жеткізілген хадисте Алла елшісі Алланың оған игілігімен сәлем болсын айтқан: ораза мен Құран қиямет күні куәлік етеді. Ораза айтады: уа Алла, мен оны күн бойы азықтан және басқа да қалауынан айырдым. Сол себепті маған ол үшін куәлік етуіме рұқсат бер. Құран айтады: уа Раббым, мен оны ұйқысынан айырдым, оған куәлік етуіме рұқсат ет. Сондай-ақ пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлем болсын айтты: сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп, оны басқаға үйреткендерің. Дұға қылып, жасаған күнәларың үшін кешірім сұра. Пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлем болсын ескертті: адам баласы ризығынан күнәларының салдарынан айырылады. Алайда пайғамбарымыздың Алланың оған игілігімен сәлем болсын тағы бір айтқаны бар: кімде-кім Ләйләтіл Қадырды зор сеніммен болған құлшылықпен және алатын мол сауапқа кенелетініне үміттеніп өткізсе, оның өткен барлық күнәлары кешіріледі. Бұл уақытта айтылатын жақсы дұғалардың бірі ол пайғамбарымыздың Алланың оған игілігімен сәлем болсын Айша анамызға Алла оған разы болсын үйреткен дұғасы. Айша анамыз жеткізеді: мен сұрадым: уа Алланың елшісі, егер мен Ләйләтіл Қадырға үлгерсем, оны қалай өткізуім керек? Ол айтты: айт: Аллахумма иннека афуун тухиббул афва фа'фу анни. Уа Алла, сен бәрін кешірушісің, және сен кешіргенді ұнатасың. Сол себепті мені кешіре көр. Алладан сұрайтыныңның барлығын есіңе түсірде, бірін қалдырмай одан сұра. Сонымен қатар, өтініш, ғибадат үстінде тілейтін дұғаларының арасына жер бетіндегі басқа да қиын жағдайда болған әпке бауырларымызды қосып, ұмытпай, оларға да дұға жасап қояйық. Естеріңізде болсын, Алла елшісі Алланың оған игілігімен сәлем болсын айтты: дұғалардың ішінен тез қабыл болатыны ол бір мұсылманның басқа бір мұсылманның сыртынан қылған дұғасы. Рамазанды кәрім, жомарт деп атайды. Анығында бұл ай шынымен де барлық өзіндік құндылықтар мен ерекшеліктеріне сай сансыз жомарттылыққа толы. Бұл айда біз бар күнәларымыздан арыла аламыз. Осы жомарттылықтың берекесіне кенеліңіздер. Алла тағала баршамызды өз мәрхаметіне бөліп, күнәмізді кешіріп, тура жолмен жүруімізді нәсіп етсін.